Құрметті әріптестер, палатаның 30 сәуірде өтетін отырысының күн тәртібіне енгізілген заң жобалары біздің мемлекет пен қоғам үшін аса маңызды. Соңғы жылдары азаматтарымыз көтеріп жүрген көптеген мәселелер осы жаңа заңнамалық актілерде көрініс тапты. Мәселен, ардагерлер туралы және кейбір заңнамалық актілерге әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобалары. Ол отанымыздың алдында әскери және азаматтық борышын атқарған ардагерлер мен азаматтардың құқықтары мен әлеуметтік мүдделерін қорғау мәселелерін реттеуге бағытталған. Сонымен қатар осы құжатпен басқа мемлекеттердің аумағында ұрыс қимылдарға қатысқан ардагерлердің жаңа санаты енгізіледі. Сонымен бірге 30 сәуірде біз бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасын қараймыз. Бұл заң жобасы елімізде жиналыстар мен митингілер ұйымдастыру өткізудің қазіргі практикасын түбегейлі түрде өзгертеді. Жоба азаматтардың құқықтарын митингілер өткізу кезіндегі жауаптылықты оңтайлы ұштастыруға бағытталған және тұтастай алғанда халықаралық стандартқа сәйкес келеді.